Құрметті достар, Қарағанды қаласы 28 қараша біз бүгін Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы басқару академиясының Қарағанды облысы бойынша филиалынан ғимаратқа келдік. Бүгін ауыл партиясының өңірлік 5 өңірден келген партия мүшелерінің басқосқан семинары өткелі жатыр. Оның бейне тарапында біздің өңірлер көріп одан партияның тарихына 23 жыл біздің партиямыздың тарихындағы ең алғаш 25 жыл тарихында біз бірінші рет парламент партияға айналдық. 2000 жылдардың басында осы қазақ зиялылары бас қосып ғалымдар бастама көтеріп осы партияның негізін қалаған болатын. Содан бері 25 жыл бұл партия өзінің қызметін атқарып келе жатыр. Қилы кезеңдер болды, әртүрлі дәуірлер болды. 25 жылда негізі біздің тарихымыздың бір паршасы. Рахмет.